Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен чак-чактың ең оңайымен рецептімен бөлісетін боламын. Бізге 3 жұмыртқа мен ұн қажет болады. 3 жұмыртқамызды тостаққа салып, жарып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араласқан жұмыртқамызды електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр қылып елеп алатын боламыз. Июі қанғанша жақсылап елейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды осылай жақсылап елеп алатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Қатты елеп қоймаймыз, жұмсақтау болу керек. Қамырымызды 15-20 минутқа демалдырып қойып қоятын боламыз. 15-20 минуттан кейін қамырымызды алып, жұп-жұқа қылып жаятын боламыз. Керекті рецепттерінің барлығын астында описаниесіне қалдыратын боламын, достар. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Қамырымызды осылай жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып жатырмыз, жұқа болу керек. Арасына ұнын шашып, орап жақсылап жайып алатын боламыз. Мінекей қамырымызды домалақ қылып жайып алдық. Жұқа болу керек. Қамырымыз кішкене демалып, осылай жайып қоя тұрамыз да, кішкене сиробын дайындайтын боламыз. Сиробына біз 1 пиала шекер мен 1 пиала суды жақсылап қайнатып, шекері ерігенше қайнатып алатын боламыз. Одан кейін үстіне әселді құйып, барлығын бір қайнатып қойып қоятын боламыз. Қамырымызды орап, енді бұны жұқалап кеспей кесетін боламыз. Мұны кесіп жатырмыз. Қатты қалың болмау керек. Жұқа қылып кесіп алатын боламыз, ұзын қылып. Қызып тұрған майымызға бұның барлығын пісіріп алатын боламыз. Майымыз қызып тұр. Қызыл болғанша қып-қызыл қылып қуырып алатын боламыз. Сіздер қолдың жұмыртқасымен жасасаңыздар болады. Сап-сары болып, әдемі болып шығатын болады. Қолдың жұмыртқасы жоқ болғандықтан мен магазин жұмыртқасымен пісіріп жатырмын. Кішкене ақшылдау болып шықты. Қолдың жұмыртқасы болса сап-сары болып әдемі болатын болады. Міне дайындап алған чак-чагымызға жаңа дайындап қойған сиробымызды құйып, үстіне ыстықтай құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап барлық жеріне тигізіп араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді басқа кішкентай легенге саламыз. Барлығын чак-чагымызды салып, үстінен осылай басып, ұрғыштап отырып басып, холодильникке 1 сағат 2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Қатқаннан кейін алып, обедкі, шайларға, таңертеңгі завтракке ішсеңіздер болады. Достар, менің видеом ұнаған болса, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.